Ассалаумағалейкум, құрметті трейдерлер. Бұл видеода трейлинг стоп жайлы айтатын боламын. Трейлинг стоп дегеніміз не? Сол туралы. Мысалы сіз мына жерден сделка аштыңыз дейік. Енді мен ашып қойдым, бұл демо счет. Сіздерге көрсету үшін. Осыны қалай жаңа трейлинг стоп туралы сопровождать етіп отырамыз сделканы. Стопты қолмен қоясыз, олай да болады, жоқ әлде жаңағы автоматты түрде мына терминалдың өзі сделкаңызды стопты жылжытып артынан ілестіріп жылжытып отырады. Сол жайында сұрақ енді сделка без убытка шыққаннан кейін артынан ілестіріп олап жүргізіп отыруға бола ма дейді стопты. Енді мен түсінгенім бойынша осы трейлинг стоп сол сұраққа жауап ретінде жақсы келеді деп ойлаймын. Осы туралы айта кетейін. Мысалы мен сделка ашып қойдым. Мысалы 5 минуттық таймфреймді көрсетейін. Бірінші сұрағы жаңағы экранда стоп пен тректі графиктен прямой қоя беруге бола ма дейді, уақыт жоғалтпас үшін дейді. Мынау десктопный версиясы, компьютерный версиясында оңай. Мысалы мына ашық тұрған сделканың мына линиясына сол жақпен басасыз да төмен қарай тартасыз. Мысалы үшін егер бай болса, мына стопыңыз қойылды. Тек профитте сөйтіп қозғай бересіз. Ары бері қайда апарасыз, сол қойыла береді автоматически. Стопты да тура солай. Мысалы қозғай берсеңіз болады. Бірақ енді біздің айтатын тақырыбымыз трейдинг стоп жайлы болғандықтан сол туралы айта кетейін. Мысалы мынау ашық тұрған позиция астындағы терминалда көрініп тұр жаңағы. Мына инструменттің аты USD алтын. Қанша бағамен ашылды, қанша прибыльда тұр деген сияқты. Осының USD дегеннің алдында, тикердің алдында бір парақшаның суреті тұр, бір екі сызығы бар. Осыған басасыз, оң жақ кнопкамен басасыз, мына көктің бойы кез келген жеріне оң жақ кнопканы бассаңыз, жоғары жағында трейлинг стоп деп жазылып тұр. Осыған апарсаңыз 30 пункт, 35-40 пункт әртүрлі, мына жерде 45 пункт дейді. 45 пунктыңыз енді самый максимальный бұл 45 цент деген сөз. 45 центке қойсаңыз, ол сізді моментально выбивать етіп тастауы мүмкін стопыңызды, жаңағы трейлинг стопыңыз. Сондықтан мына жоғары жағында задать уровень деген тұр. Осыған басасыз да, мына жерде өзіңіз керекті пунктті қоясыз. Мысалы алтынға $3 движение болғаннан кейін жаңағы стопты қой деген команда приказ қойып қоямыз. 300 дедік та, окейді басамыз. Стопымыз пока жаңағы қолмен қойған мына жерде тұр. Бағамыз, ашылған бағамыз 21.14. Қазіргі бағасы 24.25-ке кетіп қалды. Міне жаңағы астында тұрған стопымыз мына жерге өзіне-өзі автоматически ауысып алды. Қазір баға жоғары кеткен сайын, жоғары қарай мына стоп артынан 2-3 пункт сайын бүйтіп жоғары қозғалып жүре береді. Мысалы баға қазір жоғары кететін болса, былай қарай мына тұрған линиямыз ақырындап жоғары қарай көтеріле береді. Егер төмен түссе, онда осы тұрған жерінде выбивать етіп та стопты без убытокпен шығасыз, аздаған ғана прибыльмен. Қазір стопымыз байқап отырайық. Стоп лосс қазір 22-23-те тұр міне мына жерде. Қазір жоғары қозғалам екен. Осыны байқап отырайық. Баға жоғары кетсе, $3 разница міне 22-29-да тұр. Қазір баға жоғары қозғалса, мынада көтеріледі. Мына тұрған стопымыз міне 22-30 болды. 1 цент жоғары көтерілді. Қазір баға тағы жоғары көтерсе, мынау тағы да өзгереді деген сөз. Енді бұны қою әдісі, бұның жаңағы жұмыс істеу принциптерін енді айтып өттім. Енді бұны тағы да екінші қоятын варианты. Мысалы, мынаны алып тастайық. Стопты отменить етіп тастайық, трейдинг стопты отменить етіп тастайық. Трейлинг стоп кетті. Енді жаңағы мынау арқылы қоюды айттым. Мына не бойынша. Енді одан бөлек мына линиясы, ашық тұрған линияның үстіне басасыз да, оң жақ кнопкамен бассаңыз, мысалы үшін осыған апарып. Мына астың жағында трейлинг стоп деп тұр. Тура солай. Трейлинг стоп дейсіз. Задайте уровень. Мысалы $3, 300 цент. Окейді басамыз. Мына жерде қайтадан Т деген баға жазу пайда болды, әріп Т деп тұр. Значит, бізде трейлинг стоп қосылып тұр деген сөз. Стоп лосс жоқ мына жерде байқасаңыздар қазір.
ашылған баға 21,14. Қазіргі баға 23,58. 24,14-ке барса, қазір трейдинг стоп мына жерде пайда болады. Қазір байқап көрейік. 24,14-ке егер баға тиетін болса, онда жаңағы стоп-лосс пайда болады автоматически. Міне, мына жерде пайда болды. 24,14-тен асты. Мына жерде без убытка ашқан бағаңыз 21,14, стоп-лосс 21,14. Нулевой уровеньге келді. Міне уже 21,29 болды. Баға жоғары қозғалған сайын артынан бірге ілесіп отырады. Трейдинг стоп дегеніміз осы, жаңағы артынан бағаның артынан қуалап жүргізіп отыруға бола ма деген. Стопты ілестіріп, минусқа кетпес үшін. Осы трейдинг стопты қолдансаңыздар болады.